Мобилдік қаражат аудармасын алмаймыз. Салық кодексінде мобилдік аударымдарды реттеу жөнінде түзетулер енгізілгеннен бері қарағандылық кәсіпкерлер клиенттер қаржысын ұялы байланыс арқылы аудармамен алудан бас тартуда. Мұның тұтынушыларға әсері қандай? Бизнесмендерге берері не? Сарапшылар пікірі турасында келесі бейнематериалда. Мен өзім мысалы осындай жерде куәгер болдым. Жаңа өзім барып дүкеннен бір азық-түлік алайын десем, қалтамда жаңағы былай ақша болмады да, переводпен жасайын десем, перевод уже қабылдамайды. Қазір тек қана кәсіпкерлерге емес, жаңағы тұтынушылардың өздеріне ыңғайсыздық және қиыншылық туындап отыр бұл жағдай. Кәсіпкерлер мүддесін тұтынушыға қатысты заңдылықтың орындалуын жіті назарында ұстайтын Ермек Әбілдин тұтынушы ретінде осылайша пікірін білдірді. Жалпы ақшаны әмиянға нығыздамай-ақ картаға жүктеп, мобильді телефон көмегімен қаржыны жол ұзақтығына, уақыт мерзіміне қарамастан әп-сәтте аудару шындығында баршамызға ыңғайлы еді. Бір жаңашылдық өткен аптада Сенат депутаттары салық кодексіне толықтырулар енгізіп, көп ұзамай мобильдік қаржылық аударымдар заң аясында реттелетін болды. Ондағы мақсат ақшаны аударма арқылы иемденіп, пайда табатын кәсіпкерлер іскерлігін көлеңкеден шығару. Кодекстегі түзету келер жылдан күшінен еді. Дей тұрғанмен қазірдің өзінде кәсіпкерлер сауда-саттық басқа да қызмет үшін төлемді аудармамен қабылдамауда. Салдары сол, тұтынушыға да тиімсіз, кәсіпкерлер де клиентінен айырылуда. Сегодня пришли, вот хотели тоже купить, да, что хотели переводом перевести, я не могла, да, взять, теряем покупателей. Дүкендегі сатушылар бізге қолма-қол қаржы бергені жақсы, ал төлемді аудармамен жолдау ең алдымен тұтынушыларға ыңғайлы еді дейді. Өйткені көпшілік қолма-қол ақшаны өзімен бірге алып жүрмей картаға жүктеп қоюға көптен бері дағдыланды. Енді мобильді аудармамен ақша қабылданбайтыны өз алдына қиындық десек, көптеген қызмет орындарының дүкендердің QR-кодпен жұмыс істемеуі тіптен қолайсыз болып отыр. Ко мне пришел клиент. Маған клиент келді, шашын қиғызды, қолма-қол ақшам жоқ, төлем ақысын тек аудармамен жолдай аламын, немесе пост-терминал арқылы төлеймін деді. Ал менде пост-терминал жоқ, өйткені оны орнатуға да, QR-ға да ақша керек. Біздің әрбір тиынымыз санаулы. Өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы ұзақ уақыт жұмыс істемедік. Қазір енді жұмыс істеуге рұқсат бергенімен, жағдай осындай. Жеке кәсіпкерлер заңдылыққа сай мобильді аудармамен түскен төлем сомасын жұмыс күні соңында кассалық аппаратқа енгізіп, жарты жылда бір мәрте есеп беру тиістін, алайда бұл талапты орындамайтындар көп. Ал келер жылдан заңдағы өзгеріске сай кәсіпкерлер бизнесті жүргізу үшін Каспи Плей, Каспи QR үшін жекелей есеп-шот ашуы тиіс. Бұл ретте Ермек Әбілдин әр кәсіпкер заң шеңберінде жұмыс істеуі керек. Ол дұрыс, бірақ бұл заң талабы бір жарым жылға уақытынан ерте қабылданған дейді. Мен оған қарсы емеспін, ол дұрыс. Бірақ та бізде осы 19 жылдан бастап 20 жылы, 21 жылы бізде қиыншылықтар болды кәсіпкерлерде. Өйткені өздеріңізге мәлім, ол жаңағы пандемия кезі, локдаундар болды, көптеген біздің кәсіпкерлердің жұмыстары шектеулі болды. Сондықтан оларға осы жаңағы талапты бір жарым жылға создырса деп ойлаймын. Сондай ұсыныспен мен өзім айтқым келеді. Кодекстегі өзгерістер бойынша банктерде де ақша аударымдарына қатысты операциялар салық орган тарапынан қаралуы ықтимал деген пайым бар. Бұл уақыт еншісінде. Ал жеке тұлғалар қатысты жаңа талап десек, егерде жеке тұлғаға бір күнде әртүрлі телефон нөмірлерінен ақша аударылса, ол тұлға салық орган тарапынан назарға алынуы, салықтық кірісі тексерілуі әбден мүмкін. Бақыт Күлматова, Оксана Митюхина, Наталья Заяц.